Қалайсыңдар қатындар, оның байлары? Ерсай өніміне бойкот. Неге сіз бойкотты тоқтатпайсыз? Біздің саттарымыз өтпей қалды деп жатқан қыздар. Бұл бренд қой депті біреу маған. Тфу, Ерсай өнімі ешқандай да бренд емес. Бұл Қытайдың мусоры, тағы да айтамын. Себебі неге именно Қытай елінен біздің именно көтіміз бен бетімізді ойлап қапты ол кісілер. Өйткені бұның астында Қытайдың саясаты тұр, біріншіден. Екіншіден, бұрынғы жаугершілік заманда өздеріңіз де білесіздер, жау шапқанда батырларымызды, азаматтарымыздың бәрін алып кетіп, ойларына кеп, құлдыққа салып, өлтірген. Сол кезде әйел адамдарының жатырына өз ұрпақтарын салып кеткен. Жаулар қыздарға болсын, сол кезде зорлап, өздерінің ұрпағын салып кетіп отырған. Ол қазақтың тұқымын жою деген сөз сол кездегі. Енді бұл Қытай өнімінің ішінде Ерсайдың мақтап атқаны құйрық май, әтір май, көк шай. Үшеуі де Қытайдың қазаққа істелген, қазақты жоқ қылу. Құйрық май. Енді ұлы сөзде ұят жоқ, Ерсайдың тілмен айтайын, көтіңді тарылтады деп жатыр. Ешқандай да түмә оғанда Ерсайдың құйрық майына тарылтпайды. Адамнан жаратылғаннан кейін солай кетесіңдер болды. Бұл енді біздің батырда алып та текті де тексіз де әйелдің жатырынан пайда болған соң, әйелдің жатырына қазақ қыздарының болашағына істелініп атқан саясат Қытайдан келген. Өйткені жатырың бұзылғаннан кейін ол жердегі ертең ұрпақсыз қаласың. Қыздар, әлде де айтам. Одан кейінгі мынау көк шай. Көк шаймен ішіп атсыңдар. 2 ай ішсеңдер болды, сыптай боласыңдар дейді. Сыптай болмайсыңдар, қыздар. Айтайын, 2 айдан кейін геморрой боласыңдар. Сендерді Ерсай емдетпейді, өзіміздің Қазақстанның хирургиясына барасыңдар. Одан кейін ойбай тоқайып, неге біздің геморройымыз шығып кетті дейсіңдер. Оны өздерің істеп отырсыңдар. Бақыт әтір майы, бұл интимный май. Ерсайдың тілімен айтқанда деп айтып отыр ғой әдемілеп. Болмайды, ол бақыт майы дегендеріңіз буын-буынға жағатын, қыздыратын май. Оны бір жерлеріңізге жағып, әуре болмаңыздар. Оны маған Қытай елінен келген қандастарымыз айтып отыр. Бұл әлде де кеш емес, тоқтатыңыздар. Бұл өнімнің бәрі Қытайдағы мусор деп. Енді бұл Ерсайды кім қолдап отыр? Бұл Ерсайды Қытай елі қолдап отыр. Қытайдың саясаты қолдап отыр. Ал оны алып атқан кім? Біздің қазақтар. Сондықтан бойкот, құрметті қыздар, келіншектер, байлары деп жүрмі осы уақытқа дейін. Байлары ешқандай да қатындарыңыздың әтір майынан еш нәрсе өзгермейді, құйрық майынан тарылмайды, көк шайын геморрой болады. Сіздерге ашып айтайын. Сіздерде мынандай сұрақ болуы мүмкін, неге бұл Қытайда сондай боқтап жүрсе, Қытайда неге арыра соттатпайды деп. Жоқ. Бұл Қытайда отырып Қытай қатындарын боқтаған емес, қазақ қандастарымызды сол жақта отырып боқтаған. Енді олар ары жазайық десек, бұл Қытайдың адамы, Қытай заңы бұны қолдайды. Себебі бұл қазақтарды сол жерде қысып ұстап отырады екен. Міне, көрдіңіздер ме? Саясат. Бұл сол жақтың адамы. Әлде де айтам, бұл Қытай артында тұр. Өзі де айтып кетеді, міне қараңыздар. Саудадан көтерілуі ерекше дәрежеде әзір мемлекетіміздің ана Бейжіңдегі атамыздың бірден бір 10 айдағы көріп жатқан жарыстар әйелдерді қолдап тұр, әйелдердің даму жағын қолдап тұр. Көрдіңіздер ғой, Бейжіңдегі атамыз дейді. Бейжіңде қай қазақ атамыз екен? Қытай атасының айтуымен келіп отырған кісі. Оның артықшылығын таныту, Джунгоның бүтін мықты тауарларын басқа мемлекетке дамыту мінекей. Бұл біздің қолымыздан келеді. Өкімет қолдап тұрса неге істемеске. Сондықтан осы сауданы бастап. Ал қазақ елі көрдіңіздер ғой, Бейжіңдегі атасын және мені үкімет қолдайды деп Қытайдың саясатын Қазақстанға әкеліп ашық түрде соғыс жариялап тұр. Неге? Өйткені қара Қытай қаптайды деген сөз. Бұның астында небір нелер жатыр. Сондықтан қазақ елі оның артында Қытай елі тұрса, біздің қазақтың артында қазақ елі болып, бұл өнімге бойкотты тоқтатпайық. Қара Қытай қаптайтын ашық айтып тұр. Бұны Қытай қолдап отыр. Сондықтан бүйтіп шетелден келіп басымызға ойнақтатуға жол берілмесін. Қатындар бұл білсін, қазақтың қатындарының елінің ауызбіршілігі бар екенін. Бұны Қытай қолдаса, кезінде мынау Ресей өнімін сататын Магнум дүкенінде кешірім сұраған басшысы, бұл одан әуле емес. Сондықтан бойкот жалғастырылсын, саудасы болмағаннан